Рудный қаласы білім бөлімінің Ахмет Байтұрсынұлы атындағы жалпы білім беретін мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Айткүл Марат Жұматаевич. Менің негізгі алған тақырыбым ол тарих сабағында ұлттық құндылықтарды дәріптеу. Көшпелілердің қандай салт дәстүрлері бүгінгі күнге дейін сақталады. Негізінен оқушыларға осы туралы әрбір сабақта айтып отырамыз. Бірінші келетін болсақ, бұл Наурыз мерекесі. Наурыз ежелден бері тойланып келе жатқан дәстүрлі мерекелердің бірі. Ғалымдардың пікірінше ол осыдан 3000 жылдай бұрын пайда болған. Наурыз күн мен түннің теңелуі болып есептелінеді. Көшпелілер Наурыз мерекесі тойланатын күнді ұлыстың ұлы күні деп атайды. Неліктен көшпелілер от пен күнге табынған, от пен аластау ғұрпы әлі күнге дейін сақталады. Қазіргі кезде алып қарайтын болсақ, бесікке салу, жаңа үйге кіру деген сияқты. Сол кездерде аластау бұл адамдарды бәле-жаладан көз тию, сұқтан сақтануға бағытталған әртүрлі әрекеттер арқылы атқарылады. Енді тағы да бір құндылықтарымыздың бірі бұл қамшы өру. Негізінен ата-бабамыздан келе жатқан қамшы өру бұл жылқы малына байланысты. Қазіргі кезде технология пәндермен бірге байланыстырып тарихты, яғни қамшы өру болады. Қамшы өрудің бірнеше түрлері болады. Яғни 8 өрім, 6 өрім, 4 өрім деген. Міне соны оқушыларға дәріптеуге, құндылықтарымызды дәріптеуге болады екен. Енді сонымен қатар, яғни жылқы, бұл ер-тұрман. Ер-тұрман дегеніміз қарап тұрсаңдар, жылқы, ол анау бастан өздеріңіз білесіздер, тарихқа байланысты. Бұл Ботай қонысынан өздеріңіз білесіздер. 70 мыңға жуық жылқының сүйектері табылды. Зайберттің зерттеуі бойынша, яғни жылқыны ең бірінші қолға үйреткен осы ата-бабаларымыз. Енді сонымен қатар бұл домбыра. Домбыраны өздеріңіз білесіздер. Қазақ халқының, ұлтымыздың аспабы. Домбыраны міне көріп тұрғандай қарап тұрсаңдар. Домбырамен яғни күй ойналады, домбырамен ән шырқалады. Қандай кезеңдер болсын, осы домбыра бұл қазақ халқының, қазақ ұлтының яғни нағыз құндылығының бірі болып есептелінеді. Қазіргі кезде осы домбыраны біз әлемге паш етіп жатырмыз. Яғни біздің қазіргі ұрпақтарымыз, домбырашыларымыз шетелдерге барып көптеген өздері жүлделі орындарға алып жатыр екен.